Ассалаумағалейкум достар, сендермен ролик кезек, сендермен бүгін біз клан класс түсіретін боламыз. Ал сендермен бүгін біз бастайық. Екінші базадан міне мынандай. Кешіңізде жасты ба? Достар, казмаға шабылдап повторитекші. Жаңаша бірінші бөлімді қоймай қалдым. Екінші бөлімді қоям. Охо. Комитетте вақтыды ғой. İşte burada. Қозын әкеп ыстық суға салсаң тіріледі. Жуынып қатып батыр оның мамасы алмайды. Емізбей қойды. Есі кетіп қалады үстіне. Қатып қалған кәдімгі өлейін деп қалған ба? Өліп емес, қатып туған кезде қатып қалады ғой, туамайды ше. Анда жатырда олап қалады да. Ондай да болады десе иә. Шәкенің үйден жүрген кезде бәрін айтады ғой, Шәкен былай болады. Таш бабамның подружкасы бар екен. Қолдас баланың шешесі. Жаман десетін сол мені ширатты үшін. Малмен жас үлкен ғой, 3 бала оқиды. Малға жайылмайды ғой, малды ыңғайына алып ұстауды. Сол кезде Шәкен мысалы мына жағын ашып жатса, мен уже қойды бүйтіп майыстырып бүйтіп ыңғайлаймын ше. Мына аяғын мынау ана аяқты ашып жатса, мен мына аяқты атып тұрамын. Өлеу сендер тудырасыңдар ма не малды? Өлемес. Өзі тумай ма не мал? Жоқ, мал туады ғой енді өзі.